2020 жылдың қаңтар айында Орталық Азияның Еуразия қоры Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржылай қолдауымен Атырау облысы Жылой ауданы тұрғындарына арналған қоғамдық кеңістіктер әлеуметтік жобасы бойынша өз жұмысын бастады. Жоба географиясы Жылой ауданының Тұрғызба, Жаңа Қаратон, Қосшағыл, Ақкиіз-Тоғай, Майкөмген, Шоқпар-Тоғай ауылдарын қамтыды. Бүгінгі таңда қоғамдық кеңістіктер әлеуметтік жобасы аталған ауылдарда сәтті жүзеге асырылып, тамаша көрсеткіштерімен өз жұмысын қорытындылауда, және бүгін біз осы жетістіктерімізді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Жобаның мақсаты жергілікті қоғамдық инфрақұрылымды жақсарту үрдісіне қауымдастық белсенділері мен жанашыр азаматтарын тарту арқылы өз күштерімен өмір сапасын жақсартуға деген тұрғындардың сана-сезімі мен жауапкершілігін арттыру болып табылады. Қайырлы күн баршамызға. Бүгін ауылымызда қуанышты жағдай. Теңізшевройл мекемесінің демеушілігімен, ФЦ қорының ұйымдастыруымен және ауыл тұрғындарының, ерікті тұрғындарының қолдауымен бірлесіп жұмыс атқарғаны салдарынан ауылымызда бұрынғы 2005 жылы пайдалануға берген Бишімата саябағы күрделі жөндеуден өткізілді. Және де осындай жобаларымызды ШО мекемесі қолдасын дейтін ұсыныстарымыз бар келесі жылда. Рахмет сіздерге. Теңізшевройл қаржылай қолдауымен Майкөмген ауылдық округі бойынша бүгінгі таңда 3 жобамыз сәтті аяқтады. Бұл 3 жобаға да ауылымыздың белсенді жастары, ауыл тұрғындары атсалысып, сол азаматтарымызға, ауылдың ерікті жастарына рахметімді айтамын. Орталық Азия Еуразия қоры мен Теңізшевройл жауапкершілігі серіктестігінің қаржылай демеуімен қоғамдық кеңестер жобасы аясында Ақкестек ауылдық округінде 3 жоба іске асты. Осы үшін осы жобаны іске асырушы жаңа жоғарыда аталып өткен ұйымдарға, жетекшілеріне, басшыларына көп рахмет, алғысымды айтқым келіп отыр. Қоғамдық кеңістіктер әлеуметтік жобасы аталған ауылдардың тек 5-еуінде іске асырылды. 5 ауылдан барлығы 14 бастама қолдауға ие болды. Жергілікті қауымдастық белсенділері, еріктілер, жастар және зейнеткерлерден құралған барлығы 171-ден астам жоба қатысушылары анықталды. 15 жергілікті әкімдік өкілдері жобаны іске асыруға белсенді қолдау танытты. Жоба аясында ұйымдастырған кездесулер мен семинар-тренингтер саны 25. Жыл басында ауданның 200-ге жуық тұрғындармен 7 кездесу өткізілді. Карантиндік шектеуге байланысты қашықтықтан 18 оқыту семинарлары ұйымдастырылды. Бұл семинарларда 76 қатысушы өз біліктіліктерін арттырды. Қашықтықтан 99 консультациялық кездесулер ұйымдастырылды. Бүгінгі таңда жоба игілігін 5500-ден астам жергілікті ауыл тұрғындары көруде. Жергілікті қауымдастықтардың жалпы үлесі 5.991.000 теңгені құрайды. Жоба барысы 17-ден астам баспасөз беттерінде және әлеуметтік желі парақшаларында жарияланды. Орталық Азияның Еуразия қоры жобаны іске асыру мақсатында барлық 6 елді мекендерде жергілікті билік өкілдері, қауымдастық белсенділері, үкіметтік емес ұйымдар және жас көшбасшылардың қатысуымен фокус топтарын жүргізуден бастады. Басқосулардың нәтижесінде жоба идеясына жергілікті әкімдіктер мен қауымдастық белсенділері де толық қолдау танытты. 2020 жылдың наурызында COVID-19 әлемдік індетінің таралуына байланысты республика аумағында халық қозғалысын шектейтін міндетті карантин енгізілді. Төтенше жағдай семинарлар мен тренингтер кезеңіне тұспа-тұс келіп, жоба командасы барлық жұмыстарын онлайн режимге көшіруге мәжбүр болды. Жоба командасының жүйелі ұйымдастырылған жұмысы онлайн тренингтердің табысты өтуіне ықпал етті. Нәтижесінде жоба қатысушылары өзара бастамашыл топтарға бөлініп, болашақ жоба идеяларын онлайн талқылап, қашықтықтан үздіксіз кеңес алып отырды. Негізгі қол жеткізген көрсеткішіміз қатысушылар шағын жобалардың мақсаты мен міндеттерін анықтап, жоба бойынша өз іс-әрекеттерін жоспарлауда, бюджетті құрастыру және ресурстарды дұрыс бөлуді үйренді. Аталған 5 ауылда 14 шағын жоба атқарылды. Атап айтсақ, 2 саябақ іске қосылып, оның біреуі толық жаңартылды. 2 ауылда балаларға арналған шығармашылық орталықтар бой көтерді. Футбол алаңы күрделі жөндеуден өтті. Мектеп асханасы талапқа сай жабдықталды. Ауыл тұрғындарына арналған асхана құрылысы аяқталды. 2 спорт алаңы соғылды. 1 спорт алаңы аумағында жанкүйерлерге арналған 130 орындық орнатылды. 3 ауыл балабақшасы аумағында қосымша ойын алаңдары пайда болды және 1 балабақша алаңы абаттандырылды. Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржылай қолдауымен Орталық Азияның Еуразия қоры іске асыратын қоғамдық кеңістіктер жобасында абат баққа айналар балабақша атты жобаны қорғадық.
Бұл жобаның негізгі мақсаты жазғы сауықтыру алаңын құру болатын. Біз жазғы сауықтыру алаңын өте әдемілеп ойдағыдай құрып алдық. Бұл кабинетте балалар құммен сурет салумен, графикалық планшетте жұмыс жасаумен, және де гриммен, және де қолөнер жұмыстарының түр-түрімен, сонымен қоса тігін жұмысымен айналысатын болады. Мен осындай орталықтың ашылғанына қуаныштымын. Бос уақытымды тиімді өткіземін, өзімнің сүйікті істеріммен айналысамын. Бұл жоба балалардың өміріне ерекше өзгеріс енгізеді. Біздің ауылда мұндай орталық болмағандықтан балалар қалаға баруға мәжбүр болады. Сондықтан да мен осы ауылдан осындай сурет және қолөнермен айналысатын орталық ашуды жоспарланған болатын. Ана Теңіз кенішіндегі ТШО мекемесіне Тұрғызды ауыл тұрғындарының атынан көп рахметімізді айтамыз. Осындай мүмкіншілік беріп, жастарымызды қолдап, ауылымызды көтеріп, осы мына ауыл жастарына рахметімізді айтамыз. Осы берген мүмкіншілікті мүлт жібермей алып, осындай үлкен нелерін бәрін есебіне қашпай, ауылымыз болсын деген ниетпен, осындай дене шынықтыру алаңын салғандарына, осындай саябақ салғандарына мыңда бір алғыс, жұдырықтай жұмылып, осы ауылды көтеруге атсалысайық. Осы Қосшағыл тұрғынымын. Көп балалы алтын алқалы анамын. Мына біз саябаққа жазда отырамыз, балдарымызбен келіп. Сосын концерт болған, концерт тыңдаймыз. Енді қалды күлге осы беріп атқан қаражатты жақсылап жұмсап, осындай көркейтіп атқанына мыңда бір рахмет. Бұл қоғамдық кеңістіктер жобасының аясында біз ТШО компаниясынан 1.466 мың теңге көлемінде қаржылай көмек алып, балаларға арналған ойын алаңын жасақтадық. Бұл жерде 2 ойын алаңы, 2 топырақ салатын жәшік, 2 сырғанақ және қоғамдық өзіміздің қауымдастық атынан жасыл газондарды орналастырып, топырақ, шебін сияқты строй материалдармен қамтамасыз етіп, бүгін сол межесіне жетіп аяқтадық. Қоғамдық кеңістіктер жобасы аясына қатысып 800 мың теңге грант ұтқан болатынбыз. Мақсатымыз балабақша аумағындағы балалардың ойын алаңдарын жаңарту. Оған біз құм салғыш жәшігін жасадық, және де әдемі болып тұру үшін әртүрлі пішінде гүлзарлар жасадық, және де жаңадан жасанды газондар төседік. Біз мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз. Осы Ақкестой ауылының тұрғыны, осы Ақкестой ауылындағы мешіт жанындағы асхананың құрылысына осындай черный вариантта тұрған кезінен бастап Теңізшевройл компаниясына алғысымызды айтамыз. Осындай қаржы бөліп көмектескеніне алғысымызды айтамыз. Жалпы біздің ауылда 1000 тұрғын бар. Осы ауылдың дене шынықтырумен айналысам деген әрбір балаларына, жасөспірімдеріне, ауыл азаматтарына есігіміз ашық. Балалардың қызығушылығын арттыру мақсатында көлеңкелі шатыр және де балалардың қиялын дамытуда ертегі кейіпкерлер мен гүлзарлар орналастырдық. Таза ауада тәрбиешілер, тәрбиеленушілермен бірге мерекелік шараларды өткізуге және де балалардың болашағы жарқын болу үшін әртүрлі ертегі кейіпкерлермен безендірген болатынбыз. Осындай жобаны бастау алған бізге үлкен қолдау білдірген ТШО компаниясына үлкен алғысымызды білдіреміз. Қайырлы күн көпшілік, біздер Майымген елді мекенінде ас адамның арқауы деп аталатын әлеуметтік жобаны ұтып алдық. Бұл әлеуметтік жобаның мақсаты оқушыларымызды таза ауыз сумен және асханасын дұрыс техникамен қамтамасыз ету мақсатында жасалған жоба болатын. Бұрынғы мектепте асхана қарастырылмаған. Бірақ біздер сол асхананы жаңарту мақсатында біздер қазіргі таңда мынандай жұмыстар атқардық.
спорт мектебінің жанында орналасқан футбол алаңына 130 адамға арналған орындықтар орнату. Және де бұның футбол алаңының айналасына ауылымыздың құм көшкінін алдын алу мақсатында темір материалмен қоршалды. Және де оның бетіне ауылымыздың футбол командасының логотиптері, әлем футбол клубтарының логотиптері ілінді. Этот проект очень внес большой вклад в наш аул, так как дети из нашего аула, например, инклюзивные, и дети, они не могли, например, в район уйти, ехать, и у них не было возможности вообще ни в каких творческих, например, центрах учиться. Поэтому это им очень даже хорошо здесь, родителям даже, они поблагодарили нас. Я очень рада, что вообще этот проект существует, и что все это спонсирует. Благодарны родители, это самое главное. Шоға Евразия қорына осындай поля жасауға көмектескен, поляны жаңартуға көп рахмет. Жұмыс жасауға көмектескен барлығына көп рахмет. Осындай игі жұмыс жасауға атсалысқан. Шағын жоба қатысушылары және барлық ауыл тұрғындары атынан біз Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне көрсеткен көмегі және жергілікті белсенділердің керемет идеяларын іске асыруда танытқан қолдау үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Теңізшевройл компаниясына үлкен жетістіктер, табыс және өркендеу тілейміз.